13-ші бөлім. Бөрте шынымен де солай деді ме? Татарлармен болған шайқастан кейін хан солардың тайпасынан екі қыз тоқалдық қалды дегенде, ол әлгінде мен айтқан сөзді өзіңізге жеткізуім тұрады. Және ол жаңа үйленген әйелдермен бірге өзіңізді көруге асық екенін айтты. Мұқылай, сенің қолыңнан қандай тапсырманы орындау келеді екен? Осы еңбегің үшін саған сый тартуым керек. Жоқ, қажеті жоқ. Егер шайқастағы ерлігім үшін марапатталып жатсам бір жөн. Бұл жолғы сый құрметке лайық адам өзіңіздің бәйбішеңіз. Мейлі, кімді жіберсеңіз де, ол осылай деп жауап берген болар еді. Шарап ішуге қалай едің? Бұлайда мен 3 рет шарап ішіп қойғам. Ал мен бар болған 2 рет ішкенмін, сондықтан мен өз сыбағамды саған бере аламын. Бәріңді естідіңдер ғой. Қанша бізді лайықты құрметпен қарсы алуға дайындалып жатыр екен. Мұқылай сарбазға шарап құйыңдар. Мұны атап өту керек. Бірақ шарап құю қызметшінің істейтін ісі. Хан, сіз әйелдеріңіздің қасында отырыңыз, ал мен шарап құям. Жоқ, хатқын. Сен бізге шарап құюға тиісті емессің. Сайып келген досының бәрі сенің арқаңда болған іс. Мұқылай, менің қасыма тұр. Есігін. Қатқынға шарап құйыңдар. Рахмет сізге, ханым. Темучин! Сен маған әділетсіздік істедің. Не болды, Даритай аға? Сен жарлық шығарып татарларға кешірім жасапсың. Бірақ біз көп адамды қырып тастағанбыз. Тіпті жаңсақтық болып біраз әйелдер мен балаларды өлтіріліпті. Енді қайт дейсіз? Енді соның орнын толтырып беруің керек. Маған олардың иықтарына бастары қайта өнім шықсын деп бұйрық бер демексіз бе? Сен өзіңнің кіші әкеңмен осылай сөйлесемсің? Мұнан былай сенен іргемді бөлем. Моңғол тайпасы. Онындағы көне қоныс. Армысыз, шеше? Түрегеліңдер. Жол бойы қалжыраған шығарсыңдар. Армысыз, жеңеше? Армысыз, әже? Армысыз, шеше? Жарайды. Бөрте, ұлдарыңды көрдің бе? Бәрі Сахараның нояны болыпты. Бұлар боран шашының өтінде жүріп әбден шымырланыпты. Амансыз ба, апай? Өздеріңде амансыңдар ма? Түрегеліңдер. Армысыз, апа? Армысыз, жеңеше? Шүкіршілік. Армысыздар, екі анам. Болды, қаны тұрыңдар. Түрегеліңдер. Есенсіз бе, апа? Есенсіз бе, бәйбіше? Есенсіз бе, бәйбіше? Бұл екеуі менің татарлар қонысынан алған тоқалдарым. Әпкелі сіңлілі. Тез түрегеліңдер. Тұрыңдар. Екеуінің қайсысы әпкесі, қайсысы сіңілсе екенін айыра алмай тұрмын. Сен әпкесі боларсың. Солай. Әпкесі сіңілсінен биясы. Сіңілсі әпкесінен қағылез екен.
Апа жеңеше, сіздердің бұлай сынап қарағандарыңызға өздері қатты қысылыптыр. Ау, әлгі құсар мен Дәритай ағайын қайда? Олар ханнан бөлініп кетті. Оларға оттай ыстық ықылас көрсетсем де, бізге мұздай суық райынан бір тамбай келеді. Әлде олардың бойындағы қан бір жүгіндердің қаны болмағаны ма? Тайсара, сенің басыңа тағы келіп тұрмын. Мен уәдемді орындап, Темучиннің басына келіп, аруағыңа мұнажат қыла алмай. Көкірегім толы қасірет, дегенмен бар күшім салып көрдім. Жажырат деген атаның пешенесіне жазылған. Масқаралық атын тазалап жуу үшін жанталасып қимыл жасап көрдім. Бірақ жасаған емнің алтын әулетінен шыққан Темучинге бүйрегі бұрыла берді. Бәлкім, менің маңдайыма мұнан да көп азап шегу жазылған болар. Қайтсем екен. Тайсара, енді қайтсем екен. Налар өзіміздің екі ақсақал мен құсар ағамыз екен ғой. Сіздер Темучиннің ордасынан соғып олжасын алып болып, енді қайтып кетіп бара жатсыздар ма? Жамұқамысың? Танымай қалдыңыз ба? Мен соншама өзгеріп кетіппін бе? Адам деген 4 маусымға ұқсайды. Оның да көктем, күз, жаз, қысы болады. Бәріміз де өзгердік. Эңгөр хан едің, енді Тоғорылы ханның асын ішіп аяқ босатар болдың. Біз де Темучинмен сыйыспай өз бетімізбен мал бағатын жайлы-жайлымыз деп барамыз. Жайлы-жайлым табу оңай. Бірақ Сахара кергіге түсіп жатқан бүгінгі күнде ешкімнің шабуылына ұшырамайтын жайлы жер табу қиын болар, а? Дұрыс айтып тұрған жоқпын ба? Оның рас. Дегенмен Құдайдың жазғанын көрерміз. Сіздерге айтар бір ұсынысым бар. Онан да Тоғорыл ханға барып тізе бүгіңіздер. Қазір Темучиннен асатын Тоғорыл ханнан басқа кім бар? Дұрыс, Тоғорыл хандай бәйтеректің саясы бізге де түсіп қалар. Солай емес пе? Тоғорыл хан, Темучиннің әкесінің досы. Ол Темучинмен сыйыспай шыққандарды қабылдай қояр ма екен? Сендер Темучиннен қорқамысыңдар? Әлде Темучинге өшігемісіңдер? Ендеше әрі-сәрі болатын несі бар. Тоғорыл ханға бағыныңдар. Мен өзімнің ақылыма сүйеніп айтар болсам, Тоғорыл хан сендерді қабылдайды. Егер ол сендерді қабылдай қалса, онда Темучин де оны бұрынғыдай әкелемейтін болады. Әке болудан қалған Тоғорыл хан ендігәрі Темучинмен одақтас бола ма? Бәлкім күндердің күнде ол Темучинді хандық тақтан сүйреп түсіріп, шеуінің ішінен біреуін таңдап алып, хан қоймасына кім кепіл? Айтыңдаршы. Жарайды, онда біз Тоғорыл ханға бағынайық. Әлгінде ғана дүниеден түңіліп тұрған Жамұқа енді Темучинге қарсы тұрудың жаңа жолын тапты. Сөйтіп, 3 рет серт беріп, бір-бірімен достасқан екеуі қайтадан күш сынасуды бастады. Ханым, мені шақырттыңыз ба? Сен шақыруға батылым қайдан барсын? Өтініш еткем. Қаны отыр. Ханымның алдына келгенде күнге отыратын орын қайдан болсын? Бұл сенің шын ойың ба? Сөзің бір басқа, ниетің бір басқа болар. Күніңізден кеткен қателік болса, айтыңыз. Күніңіз түзетуге бейіл. Мұның жайын менен сұрамақпысың? Ағаңды ханға сұлу қыз таңдап беруге жұмсаған сен емеспісің? Ағаң сол үшін сыйлыққа ие болмады ма?
Ханымның сұрағалы отырған осы екен ғой. Сіз ханның бұл ойын құптап, олар отыратын орданы да өзіңіз әзірлетіп жатыр екен демеп пе еді? Жап аузыңды. Егер осы әурешілікті сен тауып бермеген болсаң, мен өз еркіммен тыс іс істеп, ханның дегенмен жүрер ме едім. Ханым, сіз мұны шын ниетіңізбен істесеңіз жөн болар еді. Менің қалай істеуім керектігін сен үйретпей-ақ қой. Сен не мұнан сұрайын? Сен неге бұлай істедің? Себебі хан мені тоқалдық қалам деді. Немене? Сені ме? Бері кел. Сен айтты айтпады, реңді екенсің. Жасың нешеде? Ханнан бір жас кішімін. Онда 40-қа таяп қалған екенсің. Дәл мынадай өтірік айтып, мен алдамақ болуың тым ақымақтық емес пе? Ханым, сенбесеңіз ханның өзінен сұраңыз. Ханнан нені сұрамақпын? Осыдан 24 жыл бұрын ол мені әйел қып алуға уәде берген. Сен дәйшіғыт қызымысың? Иә, Ол саған жүннің арасында жасырым жатқанда уәде беріп бет. иә, Сен тарықтайларға қымыз ашып беретін қатқын болдың ғой. солай. Мен сол жексұрын күн қатқынмын. Мен саған Темучин үшін рахмет айтуға борыштымын. Жоқ, ханым, әсте бүйте көрмеңіз. Мен сіздің күңіңізбін ғой. Қаны түрегел. Қатқын отыр. Отырш. Отыр. Отыр. Әлгіндегі қылығыма әсте ренжи көрме. Мен неге ренжейін? Егер хан сен әйел қып алам десе, онда мен шын жүрегімнен қуанар едім. Бірақ ханның мына екі әйелді алғанына пәленде қуана қойғам жоқ. Ханым, мен надан адаммын. Бар білетінім, әдеттегі жөн жосық қана. Бір рудың сардары бірнеше немесе одан да көп әйел алуына болғанда, ол 10 мыңдаған бұқараның хан емес пе? Өзі жыл сайын жорықта жүрсе, сіз үнемі оның жанында бола алмасаңыз, әйелсіз оған қалай болмақ? Бірақ ол бұрын әйел алам деп айтпаған еді ғой. Онысы сізді сүйгендігі, аялағандығы, құрметтегендігі. Егер сіз ханның тілегіне қайшы келсеңіз, оның мейірінен айырыласыз да, өзіңіз азап шегесіз. Бұл маған аян. Бірақ іштей. Ханым, ер адамдар бала сияқты болады. Тіпті ханның өзі де. Олар бірдеңен алғысы келіп ала алмаса, ақымақтық істейді. Сіз оны ақымақтық іске әсте мәжбүрлей көрмеңіз. Жарайды, қатқын. Ақылыңды тыңдайын. Хоқчин, тамағыңды іш. Хоқчин, тамағыңды іш. Хоқчин. Хоқчин.
Мына бейшараны есте сақтаңдар. Ол қиын қыстау күндерімізде, жетім жесірлік көрген күндерімізде адал ниетімен бізге серік болды. Дәрет аяғы, ішіңіз. Бұл өзіміз ашытқан шарап. Моңғол тайпасының шарабы сияқты нәрлі. Қазір көңіл күйім онша емес. Тұғырыл хан қандай өзі? Біздің өз бұқарамыз, өз мал жанымыз бар. Қайыр тілеп келгеніміз жоқ. Ол ылғи доңайбатын сыртына салады. Мен шыдай алар емеспін. Тоғорыл ханға осы жолға бағынуымыз да лажсыздықтан болғаныз ғой. Біреудің есігіне келу жақсы деймісің. Дәрет аяғы. Темучиннің қарауында жүргеніңізде. Сізді сардарлардың кеңесінен қуып жіберген. Олар соғыс жоспарын ақылдасып болып, алғашқы шарапты ішкен соң ғана барып кіретін болғансыз. Сол да абырой болып па? Енді екеулеріңіз Белгей беке, шеше бекей сияқты бас сауғалап келіп отырғандарыңызда абыройды ойлап қайтасыздар. Мен бұл кетті ертеме кешпе бір қайтарам. Алтын ағай айтқандай. Біреудің есігіне телмірумен өткен күн жанға бататыны рас. Менің жағдайымда осыған ұқсас. Осы отырған бәрімізде моңғолмыз. Ана Христосқа сенетін кәрі қақпастың айтқандарына көне беруімізге болмайды. Онда қандай амал бар? Амал бар. Қазір бір орай келіп тұр. Қандай орай? Темучин Тұғырыл ханмен бірлесіп Сахарадағы ең соңғы қарсыласына Тоқтабек пен оның ұлын қолтығының астына паналатқан Найман тайпасына жорық жасағалы жатыр. Біз Тұғырыл ханды пайдаланып Темучинді құртсақ болады. Міне, бұл біреудің жайылымын пайдаланып, өз малын тойындыру деп аталады. Бұлай етуге бола ма? Керей тайпасы, Тұғырыл ханның ордасы. Ағам татарлардан көп олжа түсірді. Содан 200 құл, 50 арба, 14 бума дүрия, 100-дей әскери қару жарақты сізге тарту етті. Неке? Мен де меркіттер мен жашыраттардан көп олжа түсірдім. Темучин мұны несіне жіберді? Қысылмаңыз, хан тақсыр. Сіз біздің ханмен әкелі балалыдай жақын қатынас орнатып келе жатырсыз. Біздің ханның әкесіне сый көрсетуі әрине орынды ғой. Онда жарайды, қабылдадым. 3 күннен кейін қол бастап, айдың 15-і шамасында Күрелкі тауына барам. Сол арада Темучинге қосылып, Найман тайпасына шабуыл жасаймыз. Қана, отырыңдар. Рахмет, рахмет хан тақсыр. Моңғол тайпасы, Темучиннің қонысы. Татарлар жойылды. Сахараның шығысында біз алаңдайтын ештеңе қалған жоқ. Батыстағы Найман тайпасының Таян ханы біздің ата жауымызды қарғыс атқыр меркіттерді қарамағын алды. Біз батыстағы осы ұлысқа ешқашан соқтап көрмебек. Бірақ олар Жамұқамен бірігіп, бізді 2 рет жер жастандыра жаздады. Қазір жақсы кез. Ат тойынды. Моңғол үстіртіндегі ең соңғы жауды жоюдың тамаша орайы. Мен 4 інімді, 4 ардагерімді, 4 ноянымды,
4 ұлым мен 4 қол бала інімді бастап, жорыққа аттанам. Қалған сардарлар мен ханым ханшалар шешемен бірге болып күрелкі өңірін орданы қорғасын. Тек қатқын ғана менімен бірге жүріп, тамақ жасап берсе болды. Жарайды? Онда күн шыға қосынымыз аттансын. Мәртебелі ханым. Қатқын, кел. Менің осы сапарда саған тапсыратын шаруаларым бар. Сен осы жолы ханмен бірге жорыққа барғанда, саған кейбір істерді айтып қоюыма тура келеді. Мәртебелі ханым. Хан осы жорықта неге бірде-бір ханшаны ертпегенін білесіз бе? Осының барлығын сіз үшін істеп отыр. Наяқы, менің атымыз жақсы баптасын деп айт. Ертең шабдар атты мінем. Хан екем қайтып келді. Мен кетейін. Қатқан? Хан еке. Қатқанды мұнда неғып шақырдың? Оған тапсыратын бір шаруаларым болып, мен оны сенің қасыңа қосуым керек қой. Хан ием, сен осы сапарда Қатқанды ғана ерткенің қалай? Ол қызметшің болған күнде де біз оған сені құтқарған жан ретінде құрметпен қарауымыз керек. Қатқанға осындай көзқараста болғанға қатты разымын. Мен Қатқанды қайтып қызметшім дей алам. Онда ана екі тоқалыңды мұнда неге қалдырдың? Оларды ертіп кеткенің үшін. Олар осында қалса, саған қолғабыс тиерме дегенім ғой. Маған не қолғабыс жасамақ? Олар сиыр сауа алмайды. Ірімшікте қайната алмайды. Ертіп кеткенің жөн. Бірде, ақылдысың ғой. Болды. Мен ұйықтайын. Сен бара бер. Маған қайда бар дейсің? Жаңа тоқалыңа бар. Қайсына барсаң да өз еркің. Жоқ. Мен бүгін ешқайда бармайын. Жаңа дәуірдің 1202 жылы күзде Моңғол тайпасы Керей тайпасымен бірлесіп, Кереулін өзенінен аттанып, батыстағы ірі ел Найман тайпасына жорық жасады. Мына төртеуі, менің інілерім Хасар, Белгідей, Қашын, Темугей. Мынау төрт ұлым, Жошы, Шағатай, Үгетей, Түлі. Мына төртеуі, шешем бауырына салып алған балалар. Біз балалармен бірдей ат жалында ері жетті. Үшеу ғана ғой. Қанеке, былай қараңыз. Мынау менің төрт сардарым Бауыршы, Мұқылай, Шолуын. Осы төртеудің бірі анам асырап бауырына басқан інім Рухын. Мыналар менің төрт нояным Зелме, Сүбетей, Жебе, Құбылай. Қанеке, менің ұлым балгер. Сіздің жорыққа аттануыңызға орай Тәңірден аян сұрапты. Ол Тәңірдің аяны сізге жеткізбек. Өзіңіз барып көріңізші. Барып көріңіз. Солай ма? Барып көрейік. Темучин хан, сөзге құлақ салғайсыз. Темучин хан, бүгін жорыққа аттанасың. Тәңірге өмір бойы мінәжат қыл. Бүгін жорыққа аттанасың. Атыңның тұяғына шық тұрмасын. Қанеке, бұл Тәңірдің менің ұлым арқылы сізге берген аяны. Атыңыздың тұяғына шық тұрса, қалың қол үшін пайдасыз дейді. Темучин хан, бүгін жорыққа аттанасың. Тәңірге өмір бойы мінәжат қыл. Бүгін жорыққа аттанасың. Атыңның тұяғына шық тұрмасын. Атыңның тұяғына шық тұрмасын.
Әулие кетті. Ханеке, Тәңірдің аяны бойынша іс қылғайсыз. Тәңірдің аяны солай болса, бүгін тал түсте жорыққа аттанам. Құп, Байдарық аңғарынан Найман тайпасы 30 мың қалың қол шығарып Темучинге қарсы аттанды. Керей тайпасы 20 мың жасақ шығарды. Моңғол тайпасы 20 мың жасақ шығарды. Байдарық аңғарында 3 жақ соғыс бастады. Наймандардың уақытша қонысы. сабырық сардар, қоныстар алап өз көзіңізбен көріп жүрсіз бе? О, кішілі ханзада екен ғой. Мәртебелі ханзада үйге түсіңіз, жағдайымызды біліңіз. Меніңше оның қажеті болмас. Әкем Таян хан мені орналасқан жерлерін көріп кел деп жіберіп еді. Онда Таян хан бізге алаңдаулы екен. О не дегеніңіз? Сабырық сардар, сіз Найман тайпасындағы белгілі адамсыз, асқан айлagер әрі ер жүрек сардарсыз. Жарайды онда. Мына кісі Тоқтабек, Меркіттердің сардары. Мына кісі баласы Худу. Олар Тұғырыл хан мен Темучиннің байырғы қарсыласы. Сондықтан жағдайда солар айтсын. Қане, айтшы. Бүгін күндіз Темучин мен Тұғырыл ханның бірлескен қалың қолы Найман тайпасына шабуыл бастады. Сабырық сардар, шабуылға оңтайлы жерге орналасқандықтан пәрменді түрде қайтара соққы беріп оларды шегіндірді. Меніңше Темучин мұны бізден сыр тартқалы істеп отыр. Ертең бір қан майдан сұрапыл соғыс болады. Әкелі балалы екең Темучиннен жеңілген сардарсыңдар. Сондықтан су жүрек болып кетіпсіңдер. Әке, Таян ханның жан баласын көзгермейтін мынадай ұлы бар екенін білмеппін. Найман тайпасының көлі көкке ұшқалы тұр екен ау. Сіз екеумізде тығырыққа тірелген екенбіз. Кезінде Сахараны дүрілдеткен Тұғырыл ханның да қазір күшінің қайтқан кезі. Қалай болғанда да тағдырымыз осылардың қолында. Көрелік кім алдымен құрыққа бас сұғар екен. Сен не дедің? Бүгін күндіз біз шайқаста басымдықтан табастап едік, дәл сол кезде Темучин қарсы шабуыл тоқтатты. Неге? Мен соны сұрап тұрмын. Олардың бұл әрекеттің соңында бір айла жатқан жоқ па? Бұған не дейсіз? Сен не білуші едің? Мына Сабырық деген Найман тайпасының айтулы сардары. Одан сыртатпай тұрып, түн ішінде қалай шабуыл жасауға болады? Сіз мұның Темучиннің уақыт тұту үшін әдейі жасаған амал екенін білмей тұрмысыз? Шамасы сіз Темучиннің адам жіберіп Таян ханмен келісімге келіп алған білмейтін сияқтысыз. Не дейсің? Осындай іс болып па? Мүмкін емес, Темучин олай істемейді. Ол сөйтеді. Найман тайпасы сіздің іргедегі ата жауыңыз. Егер Темучин бұл соғыста наймандар жеңетін болса, пайда ең алдымен сізге түседі. Біз талай рет тізе қосып жауға қарсы бірге шайқасқанбыз. Қай-қайсында да пайда кімге көп түседі, кімге аз түседі деп есептескен емеспіз. Бірақ Темучин Найман тайпасымен бірлесіп сізді жеңсе, соның игілігін көретін Темучин болады. Бұған не дейсіз? Ханеке, Жамұқаның сөзінің жаны бар. Жамұқа, Құдай куә. Сен Темучиннің 3 рет сеттескен дос едің. Кейін онымен сан рет жауластың. Ол сонда да сенің алдыңдағы қарызынан құтылды. Ал сен тағы да бүйректен сирақ шығарып, оған жала жауып тұрсың.
Сенің жүрегің сірә неден жаралған? Сен сірә Құдайдан қорқпаймысың? Айтшы. Қабат деген ай, а? Жа, қойдым. Қанеке, Хан тақсыр, сіз үшін мен бір суық торғаймын. Қыста да, жазда да солтүстікті мекендеймін. Ал менің досым Тимучин бейне бір жылқысы. Қыс келді болды, оңтүстікке ұшып кетеді. Тоқта. Бұл сөзіңнің мәнісі не? Бәрекелді. Сіз осыны да білмейсіз бе? Менің тірі жүруім немесе өлуім тікелей сізге байланысты. Ал Темучиннің Сахараға қожа болуына бірінші кедергі сізсіз. Енді кімге сену керектігін өзіңіз ойлап көріңіз. Жүрейік. Ей, жасаған. ханаға, Жамұқаға сене бермеңіз. Темучинге де сенуге болмайды. Осы Темучин қалайда әкесі Есугейдей ұстам демес сияқты көрінеді. Әйтеуір сол досымның аруағы тыныш болғай. Қанеке, онан да Найман тайпасымен бірлесіп Темучиннің көзін жояйық. Қанаға, біздің бұлай істеуімізге болмайды. Білем. Олай ету Тәңірдің ақ жолына қарсы келгендік болады. Онда не ойыңыз бар? Біз майданнан шегінейік. Темучин Наймандармен табыса ма, соғыса ма, біздің онда жұмысымыз болмасын. Қанаға, Жарлығымды жеткіз. Отты өшірмеңдер. Барлық қосын кейін шегінсін. Енді кешіксек, үлгер алмай қаламыз. мақұл. Жақсы. Қанеке! Тоғырыл ханның қонысында от жанып тұр. Бірде бір адам жоқ. Ол қалай болған? Дауылын естіліп тұрған жоқ па? Олар дабылдарына ешкі байлап қойыпты. Не дейді? Қанаға, Тұғырыл хан өз бетімен шегінсе, мұнысы бізді өртке ектергендік қой. Мұнысы адамгершілік емес. Өй, оңбаған қақпас. Қанеке, мен соңынан барып, ұстап алып келейін. Даурықпаңдар. Дереу Алтай аңғарынан өтіп, оңтүстікке қарай шегіңдер. Көні кеше меркіттерді басынған Темучинің осы ма? Әлі бетпе-бет келмей жатып ақ құйрығын бұтына қысып безіп берді. Дереу шабуылдаңдар. Тоқта! Біздің шамамыз олардың ішіндегі әлсін соққылауға ғана жетеді. Тұғырыл ханның соңына түсеміз. Ендер соңма. Ей! Сен Темучинді қоя бермекпісің? Қанеке! Найман тайпасы Тұғырыл ханды қуып кетті. Соңымыздан түскен жау жоқ екен. Барлық қолға бұйрығымды жеткіз. Осы араға шатыр тіксін. Бүгін осында түнейміз. Қоп! Хан ием, аттан түспей неғып тұрсыз? Хан ием, біз де отырып демалайық. Хан ием, сізге не болды? Тұғырыл хан Наймандармен құпия келісімге келе қоймаған сияқты. Олар бізді сата қоймапты. Бірақ бізге ескертіп айтпастан қосынын шегіндіріп кеткені қалай? Бәлкім біреу-міреудің араға ірткі салуымен түнделетіп қашып кеткен болар. Жамұқа. Дұрыс. Тап сол Жамұқаның істеген. Тағы алтын, сар, даритайлар бар. Олар маған қарсыласып Тұғырыл ханды қосын шегіндіріп әкетуге иландырған солар. 1202 жылы қыста Темучин қосынын бастап, оның өзен алқабындағы байырғы мекеніне қайтып оралды. Найман тайпасынан жасалған алғашқы жорық осымен аяқталды. Ал Жамұқаның азғыруымен әскерін шегіндірген Тұғырыл хан соңдарынан қалмай қуып, қанды қырғын салған наймандардан құтыла алмады.
Осы қатерлі кезеңде оның інісі Жағакан бұл күні түн қатып, Моңғол тайпасына келіп Темучиннің көмекке баруын өтінді. Жағакан бағайып: Темучин, хан ағамның шаруасы бітті. Не болды ол кісіге? Ол кісіні жамыққа азғырып, сізді Найман тайпасымен бірігіп кетті деген соң, асып-сасып тұра қашқанда Наймандар соңынан қуып келіп, бар мал мүлкін талан-таражға салды. Тіпті Сәңкүннің келіншегі де сабырыққа қолды болып кетті. Ханның жағдайы қалай? Наймандар әлде өкшелеп қуып келеді. Мен амалсыздан беттің арын белбеуге түйіп, өзіңізден көмек сұрай келдім. Жасақ жіберіп хан ағамды құтқарсаңыз деймін. Найқа, 4 сардарым Жағакан бұл ағаймен бірге хан әкемді құтқаруға аттансын. Құп! Құп! Рахмет, Темучин хан. Ханеке! Ханеке! Не болды? Тұғырылхан қақпас уәдесіне опа қылмаған. Сіз оған неге көмек бересіз? Емене, ұным қате ме? Ол бір әбден кәрлік жеңген құтырған қасқыр ғой. Наймандар терісін сыпырса сыпыра берсін, оның несіне құтқарасыз? Ол осы бәлеге барып өз ұрынды. Құбылмалылықтан тапқан жазасы. Мен де оны өлтіргім келіп тұр. Көмектесіп не керек? Үгедей, сен не дейсің? Ол хан әкеме опасыздық жасаған моңғолдарды қабылдады. Сондықтан ол сенімді емес. Дос болуға татымайды. Сондықтан мұндай адамдармен абайлап араласқан жөн. Айтқандарының бәрі орында. Бірақ менде бір уақытта барлық жауға төтеп берерлік қуат жоқ. Егер біз Тұғырылханмен достаспаған болсақ, Жамұққа, Тарғұтай немесе татарлардың қысымына ұшырап, баяғыда-ақ жойылған болар едік. Бұл айтқаның шындық. Бірақ Тұғырылхан шында да үгідей айтқанда ертеме кешпе бір сыр бермей қоймайды. Оған сенім арту қиын. Менің жамандыққа жақсылық істеуім Тұғырылханның көрсеткен қызметім үшін беретін мал мүлкіне құлдарына қызыққанынан емес. Қазіргі күні менің жауым біреуде болса азая беру керек. Мен оған міне сол үшін де көмектесем. Ай, біздің осы айтқанымыз кешікпей ақ келеді. Ол кезде тіпті өкінуге де үлгермей қаласыз. Қары Халжың Керей тайпасының қонысы. Құдайдың әмірімен Темучин менің шілдің қиындай бытыраған елімді жинап берді. Наймандардың қолынан Қары Күлжіңді қайта тартып алып, құруға айналған Керей тайпасын құтқарды. Мана жақұттар мен тұлпарларды оның сол жақсылығына орай танытқан ықылас құрметінің белгісі деп білгейсіздер. Хан әкем, әкемнің досы маған да әке. Бала әкесін істеген жақсылығына бола ақ тілеген қайдан көріп едіңіз? Темучин, бұл хан ағамның шын пейілі, қабылдап алғайсың. Иә, мақұл, қабылдайын. Сыйға сый, сыраға бал деген. Хан әкемнің балдай қымызын ішейін. Алтын көке, Даритай аға, Құсар аға. Біз тағы да кездестік. Сіздер менімен бірге болмасаңыздар да, хан әкемен бірге болған соң бәрі-бір. Сіздер бір ниеттеріңізбен хан әкеме қолғанат болғайсыздар. Сондықтан, бір-бір саптаяқ, қымыз ішейік. Мына кісі? Темучин хан. Бұл кісі меркіттен шыққан сардар дайыр құсым. Найман тайпасы шабуыл жасағанда басқа меркіттер түгел қашып кетті де, ол жалғыз өзі осында қалып қойды. Мен сіздің даңқыңызға айрықша тәнтімін. Меркіттер менің келіншегімді тартып әкеткенде де, сіз сардар ма едіңіз? Дұшпаннан досқа айналу деген әрине жақсы іс. Қане, мархабат. 13-ші бөлімнің соңы.